Ассалаумағалейкум достар, сіздермен пайдалы кеңес арнасы. Фастфудтың адам ағзасына зияны. Бұл видеода сіздерді қызықты жаңалықтар күтіп тұр. Сондықтан видеоны соңына дейін көріңіздер. Және де каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Фастфуд денсаулыққа зиян тигізетін тағам екенін әрбір адам біледі. Бұл өнімнен бас тартатын себептер көп, және солар жайлы айтып кетейік. Фастфуд деген сөз ағылшын тілінен аударғанда жылдам тамақ дегенді білдіреді. Бұндай мекемелер ежелгі Римде де болған, бірақ ол заманда тағамдарды табиғи өнімдерден жасаған. Ал қазір оған дәмді күшейтетін және иіс шығаратын қоспалар қосылады. Фастфудтың иелері жылына бірнеше миллиард доллар табыс табады. Бұл өнімдердің тұтынушылары миллионнан асады. Фастфуд ыңғайлы, жылдам және арзан болғанына қарамастан, оның бір кемшілігі бар. Ол денсаулыққа зиян. Қазақстанда үй тағамының орнына гамбургер мен фри картобын таңдайтын адамдардың саны көбейіп келеді. Олар тамақ әзірлеуге уақыт болмағандықтан фастфудқа көштік деп ақталады. Оның адам ағзасына тигізетін кері әсерлері көп. Ең басты кемшіліктерінің бірі калорияның көп болуы. Ол семіздікке әкелетін басты себеп. Құрамындағы трансмайларын өлтіруші майлар деп атайды. Ол Альцгеймер ауруы, инфаркт және қатерлікке әкеліп соғады. Бұл тағамдарға натрий, тұз көп мөлшерде қосылады. Натрий қан қысымын арттырып, жүрек тамыр жүйесінің жұмысына жүктеме жасайды. Фастфуд өнімдерінде пайдалы компоненттер өте аз. Оны жиі жейтін адамда витамин жетіспеушілігі болады. Тағамдардың көпшілігі тазартылған көмірсулардан тұрады. Жасұнық, яғни клетчатка болмағандықтан глюкоза түріндегі көмірсулар қанмен араласады. Нәтижесінде қанның қант деңгейі көтеріліп, диабет және семіздікке әкелуі әбден мүмкін. Глутамат натрий иіс және дәмді күшейтетін қоспа. Оны шамадан тыс тұтыну бүйрек және ас қорыту жүйесіне зақым келтіреді. Консервант ең зиянды қоспалардың қатарына жатады. Өндірушілер оның көмегімен сақтау мерзімін ұзартады. Аллергиялық бейім адамдарға оны қолданбауға кеңес беріледі. Көмірсулар мен қант ауыздағы қышқылдықты жоғарылатып, тіс эмалінің бұзылуына және кариестің пайда болуына әкеледі. Бұл тағамдарды тұрақты түрде пайдалану гипертония ауруына, иммунитеттің төмендеуіне және созылмалы аурулардың асқынуын тудырады. Зерттеуге сәйкес, фастфудты көп жейтін балалар астма ауруынан жиі зардап шегеді. Сондай-ақ олар тері ауруларына бейім болады екен. Америка құрама штаттарының халқының 60% семіздіктен зардап шегуде. Бұған кінәлі әрине фастфуд өнімдері. Біздің елде мұндай қайғылы көрініс әлі орын алмаған. Бірақ болашақта осы проблемаға тап болуымыз мүмкін. Денсаулығыңызды ойлайтын болсаңыз, үй тағамдарын жеуге тырысыңыз. Ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол іздейік ағайын. Құрметті достар, сіздер үшін жасаған видеомыз ұнаған болса, лайк басып және біздің каналға жазылуды ұмытпаңыздар.